Ассалаумағалейкумдер, Lexus LX 470-тік. Бұл көлікте дұрыс тартпайды, май жейді, су кетіп қалып жүр дейді антифристен. Ал цилиндрдің ішін жаңа мотор тестімен тексеріп болғаннан кейін 2, 4, 6 цилиндрлер дұрыс жасамайды дейді. Цилиндрін қарған кезде ішінде антифриз жиналып тұр. Мінекей, антифриз қай жерден аққаны белгілі. Мына 6-шы цилиндрден антифриз аққан, мінекей, жиналып тұрған көріп тұрсың. Және де қазір 2-ші цилиндр, 2-ші цилиндрдің ішін қарап көрейік. 2-ші цилиндр қарағанда мінекей майдың ізін көріп тұрсыз ғой. Міне, бұл майдың ізі май клапаннан аққан. Мінекей, мына жерден аққан. Сосын мына клапандар қызарып жатыр. Байқалып тұрған шығар, тат басқан сияқты болды.